Маңғыстау облысында ақпараттық жүйені қолданатын тұрғындарды алдау арқылы жасалатын алаяқтықтың саны күрт өсуде. Кейде жымқырылған қаражаттардың мөлшері 1 миллион теңгеден асып жатады. Қазір өздерін банк немесе құқық қорғау қызметкерлері ретінде таныстырып, ақша жымқырумен айналысатын интернет алаяқтар көбейген. Жеке деректерді иемдену және бөтен біреудің атынан онлайн несие рәсімдеу, сондай-ақ интернет арқылы сауда жасау және қызмет көрсету арқылы жасалатын қылмыстардың да саны артқан. Алаяқтардың келесі арбау әдістері бар. Олар сіздің шотыңызда ақшаны қауіпсіз шотқа аудару керек екенін айтып сендіреді. Немесе сіздің атыңыздан онлайн несие рәсімдеу қаупі бар деп, шотыңызда ақшаны сақтап қалу үшін жасырын код жібереді. Сонымен қатар алаяқтар тауарды сату және сату алумен пайда табады. Тауар шын мәнісінде жоқ болуы мүмкін. Олар ең алдымен өздерінің басқа қалада екенін айтады. Ақшаны карточкаға аударуын сұрайды және сілтеме бойынша мәліметтерді толтырсаңыз, ақшаны аударамын деп сендіреді. Сілтемені толтырған кезде алаяқтар автомат түрде карточкаңыздегі ақшаны шешіп алады. Алаяқтардың құрбаны болмау үшін келесідей қарапайым іс-әрекеттер жасау қажет. Өзіңіздің дербес және банк карточкаңыздың деректерін ешкімге хабарламаңыз. Аударымдар туралы түбіртектерді, кодтарды және жасырын сөздерді, оның ішінде банк, құқық қорғау органдарының қызметкерлері болып өздерін таныстыратын тұлғаларға бермеңіз. Банкинг қызметтерінің құпия сөздерін тұрақты түрде ауыстырыңыз. Тексерілмеген сайттарға және басқа да көздерге өзіңіздің дербес деректеріңізді жолдамаңыз. Өзін құқық қорғау органының қызметкері ретінде таныстырған тұлғаға жеке деректеріңізді айтпаңыз. Интернет дүкенді тексермей және тауарды қолыңызға алмай, алдын ала төлем жасамаңыз. Спам жіберілімдерге және күмәнді сілтемелерге өтпеңіз. Ресми банк өкілдері ұсынатын басқа да қауіпсіздік шараларын қолданыңыз. Сақтықта қорлық жоқ. Алаяқтардан абай болыңыз.